Toyota маркасының ең бірінші моделі 68 жылдан бері осы күнге дейін тоқтамай шығарылып келе жатқан жапондықтардың әйгілі болған осы биыл 10 миллион осындай жол талғамайтын көлік сатқан осындай Land Cruiser 200 бүгінгі шығарылымда тамашалайын. Қандамайды шегірткенің дыбысы, қандамайды шегірткенің дыбысы, қағысқанда арып құжат организмда тірілеп отыршы парасы толған шегірткен, жап отыр досым шеті қолындағы сенге. Ағайындар, менен 200-лік Land Cruiser'ді шолу жасасы деп осы уақытқа дейін қаншама адамдар сұрады. Негізгі мен не айтам бұл көлік туралы? Бұл сенімді, мықты, бұны угон жасап кетеді деп айтқан орнына мен асықпай ойланып, менің қазір өз ойым бар бұл көлік турасында. Жалпы бұл көлік туралы сіз барлық ойды алып тастаңыздаршы қазір. Мысалы, бұл әкім айдайды, директор айдайды, бір бастық айдайды деген сияқты ойды алып тастаңыздар. Мүлдем. Жалпы сіздерді мен қазір көңілдеріңізді түсіргім келмейді, бірақ бұл көлік негізгі үй қожайынына арналған, кәдімгі үйдегі әйелдерге арналған көлік, негізі Америкада. Ал біздегі адамдарға қарайтын болсақ, шамамен елестеп тұрсыз ғой, тоқыр бас, очки киіп алған, көлігін түсіріп қойып бүйтіп, құрты айдайтын кісілер сияқты. Мен осындай көлігі бар адамдардан сұраймын ғой. Сіздерге қалада тұрасыздар. Бұл өте үлкен көлік, шығыны көп. Неге айдайсыздар? Жалпы не себепті осы көлікті айдап жүрсіз деп сұрасам, олар айтады, мен саяхатқа барам, көп ауылдарға барам, жаман жолдармен жүрем деп. Негізі оның бәрі әшейін жай әңгіме. Көбінесе бұндай көліктер парковкада тұрады. Немесе бір офистің алдында тұрады. Негізгі ол қатарынан кішкене оқ бойы озып, өзін брутальды көріну үшін, кішкене өзгелерден жаңағыдай биігірек болу үшін, басқаларға қарағанда кішкене өзінің жағдайы бар екенін көрсету үшін арналған понтомобиль. Осындай көлігі бар адамдар маған ренжіп қалмасын. Әрине барлығы емес, әзілмен ендеше көліктің құрылысы туралы, мінездемесі туралы егжей-тегжеймен сізбен таныстан дайын болыңыздар. Негізгі бұл көлік халық арасында өлтірілмейтін көлік. Бұны айдай бересің, таптата бересің, ешқандай бұзылмайды деген аңыз бар. Негізі бұл көлік өте төзімді. Егер сіз бұл көлікті ұзақ айдайтын болсаңыз, әрдайым естудан шықпауыңыз керек. Әрдайым кардан тазалауыңыз керек, фильтрлерге элементтерін тазалауыңыз керек, радиаторларды тазалауыңыз керек. Жалпы бұл көліктің қызметі арзан тұрмайды. Қазір жазуларыңыз мүмкін, ой, мен бұл көлікті 10-15 жылдан бері айдап келе жатырмын, еш жерін шұқыламадым. Сен не деп тұрсың деген сияқты. Сіз 10-15 жыл айдаған шығарсыз, бірақ сізден кейін алған адам бұған кәдімгідей ақша салады. Бұл көліктің класстастары Porsche Cayenne, Range Rover'мен қараған кезде бұл көлік ең инвестицияға нағыз лайықты көлік. Сіз бұл көлікті 5 жыл айдасаңыз да, 10 жыл айдасаңыз да, бұл өзіңіздің бағасын ақтап, үстінен пайда алып келуі мүмкін. Сол себепті бізде сұраныс мықты болған себепті бұл көліктердің бағасы еш уақыт түспейді. Көлікті аласың, жыл өткен сайын бұл көліктің бағасы арта береді. Мысалы, мына көлік 2012 жылғы бірінші рестайл Land Cruiser көлігі қазіргі нарықта бағасы 17-18 миллион теңге тұрады, жақсы жағдайда. Бұның егесі жақында бұл көлікті 15 миллион теңгеге алды. Бұл көлікті жалпы шолу жасаған кезде жол талғамайтын андай ойқұс-сойқұс жермен жүріп, негізі сіздерге шолу жасау керек болған. Бірақ бұл көліктің егесінің енді айту бойынша біз енді қаладан тыс шығуға болмайтын болыпты. Сол себепті қазір осындай керемет алаңда сіздерге шолу жасап тұрған жайымыз бар. Ғарыштың түнегі ішінде, бүгін түнді бәрің ішінде, көңкейім текстің. Жалпы ағайындар айта кететін жайт, мысалы Романың кузовтың номері мына дөңгелектің мына шетінде тұрады. Сол себепті айдаған сайын бұлар тозады, ескіреді, тот босады. Сол себепті әрдайым тазалап тұруымыз қажет. Мысалы, егер кетіп қалатын жағдайда бұл көлікті сату қиынға түседі. Ағайындар, ойлаңыздаршы, жоғары санаттағы осындай көлік, үлкен көлік, алып көлік, осындай бір атағы бар, статусы бар. Бірақ сіз, мысалы, бір қолыңызда жүк бар, мысалы, шықтыңызда осылай артын ашайын деп, қол аяғыңызбен былай жасасаңыз ашылмайды. Одан кейін қойш деп қолыңдағы затын түсіріп, бір тетігін басып ашылатын шығар десең, ол да ашылмайды. Ол үшін барлығын бүйтіп артын былай қолмен тартып, кәдімгі қарапайым көліктер сияқты осылай ашу керек. Енді бұл осы санаттағы көліктер үшін менің ойымша минус. Ал көліктің ішіндегі сыйымдылығы туралы айтатын болсақ, аж 900 литр сыйымдылығы бар. Онда мына тетікті басу арқылы төмен қарай түсесің. Енді мына жерде енді бір саяхатқа шықсаң, тауға шықсаң керемет, арын жатқызып, ұзыннан жатуға болады. Мына жерде 220 вольттық осындай зарядтайтын жерлері бар. Және де үшінші орындығы бар. Өте кең. Үй қожайынына нағыз арналған көлік қой енді. Сонымен ағайындар, көліктің қозғалтқышы туралы бір екі ауыз сөз айтатын болсақ,
Көліктің қозғалғышы бәрімізге мәлім 4/6 объемы, жалпы көлемі 4/6, 308 аттың күші бар. Егер уақытылы майын ауыстырып тұратын болсаңыз, бұл қорап, жалпы бұл қозғалғыш өте ұзақ сізге қызмет етеді. Және де қорабы қарапайым 6 адымды қорап. Бұл туралы көптеген ақпараттар бар. Өте сенімді болғаннан кейін мен сіздерге лишний раз тың ақпарат бермей қойын деп ойлап тұрмын. Капоттың астындағы кішігірім проблемасы, алыс жолға үнемі баратын болсаңыздар, топливный фильтрді кішкене жиірек ауыстыратын боласыздар. Ендеше көліктің ішіне кіріп көрейік. Ішінде қандай бізге жаңалықтар бар екен. Егер көліктің ішіне отыратын болсақ, көлік жалпы жақсы жабдықталған, керектің барлығы бар. Егер сіз жаңа Porsche немесе Mercedes'тің салонына отырып, осы көліктің ішкі салонына отыратын болсаңыз, ауылға түскендей боласыз. Иә, көлікте ағаштары бар, осындай күміс пластиктері бар, керекті жағдайдың барлығы бар. Бұл көлікте еш нәрсе сықырламайды, сырттан шум келмейді, бірақ та комфортты емес. Өздеріңіз білесіздер, жалпы Toyota компаниясы мен Lexus компаниясының екеуінің аудиториясы екі түрлі. Жалпы Lexus компаниясы көбінесе комфортқа бағытталып, қалталы адамдарға бағытталса, Toyota компаниясы қолжетімді, бірақ та орта таптағы адамдарға бағытталған. Егер сіз мықты комфортты Porsche, жаңағыдай Mercedes сияқты комфортты қалайтын болсаңыздар, Lexus 570 мүмкін сізге келуі мүмкін. Кедір бұдыр жолмен жүретін кезде бұл көліктің артында отырған адамдар, әсіресе бұл рамдық көлік болғаннан кейін жүректі айнытады. Ал кәдімгі жүргізушіге ол қатты білінбеуі мүмкін. Бұл көлік 2012 жылғы көлік қой, бірінші рестайл. Ал бұған дейінгі рестайл емес көліктер бар. Оның бұл көлікпен айырмашылығы тек қана алдындағы және арттағы фарасында. Қазіргі таңда көптеген сервистер бар. 700-800 мың теңге беретін болсаңыз, сіздің фараларыңызды ауыстырып, бірінші рестайлық береді. Оның бәрі не үшін түсінбеймін. Сондағы айтқан кезде мен рестайл 200-ді айдап жүргенім дегеннің бір мағынасы ма? Енді мен оны Ponto мобильді деп ойлаймын. Көліктің кішігірім минустары туралы айтатын болсақ, мына пеші кейде сықырып кетуі мүмкін. Қорықпаңыздар, ол втулкасы. Сондықтан алдын ала, егер сықырып жатса, ескергеніңіз жөн. Одан кейін сіз мұздатқышты, кондиционерді қосатын кезде, мына жерде тахометр ойнайды. Ол да бір бұл Land Cruiser'дің осындай кішігірім енді минустарына жатады деп айтамыз ба, айтпаймыз ба, өзіңіз шешесіз. Ендеше көліктің артқы орындығына отыратын болсақ, енді артқы орындығы өте кең, жайлы. Мұнда 3 адам емін-еркін отыруға болады. Мұнда артында адамдарға осындай қарапайым суреттер, мына жердегі үдеткіштері бар, артқы жылытатын орындықтары бар. Барлығы стандарты түрде, барлығы ыңғайлы. Енді артындағы отыратын адамдар ұзақ жолға шықса шаршамайды деп ойлаймын. Және де мына орындықтарды артқа қарай түсірсек те болады. Сонымен қатар, егер сіз үлкен жанұядағы отбасы болсаңыздар, үйіңізде 9-10 адам болатын болса, мына 3-ші орындық бар. 3-ші орындықты жатқызу арқылы бұл көлікке 10 адам сыйып кетуге болады. Сол себепті кеңес беремін. Мен түсінбейтінім, Toyota және Lexus компаниясының көліктерінің осындай пульттер бар ғой, кілт пульттер. Өте қарапайым. Енді мүмкін ол Жапонияда ол пультқа асан мән бермейтін шығар, бірақ СНГ елдерінде ол пультке қатты қарайды. Жалпы 15-20 миллион теңгеге алған адам көлік. Жалпы 15-20 миллионға көлік алған адам, ол айттым ғой жаңа, фонтты жақсы көреді, өз-өзіне адамдардың қарағанын, адамдардың мақтағанын жақсы көреді. Және де осындай көліктің осындай пульті өте қарапайым. Мына пульт менің Corolla'ның пульті сияқты. Сол себепті егер осы пульттің осы әдемілігін, осының дизайнын егер дұрыстайтын болса, нұр үстіне нұр болатын еді. Ендеше достар, қазір біз қалаға шығып көреміз. Мен анық білем кімнің кім екенін, кімнің не екенін, қай жақтан келгенін, қалай еңбек еткенін. Маған тер әкелер жемісін молыңа, мұрныңнан ақ кетер адасаң жолыңа. Қазіргі қызық тек қана егертісіз, қазір тесікке қарап тұрып күледі ғой жыртық. Әңгімелері барады үріп жүріп, ойланбай сөйледі қойып бірінші алғым. Біліп неге екенін, бірақ бұрек маған ұнайды. Білмем не әкелетінім, бұны ешқашан қоймайды. Білмем не ойлайтынын тыңдаған. Вау, көлік енді жүрген кезде де кәдімгідей дауысы арылдап, арыстандай өзіңді нық сезініп, өзіңе сенімділігің артатын сияқты. Бұл көліктің осы санаттағы класстарымен салыстыратын болсақ, бұл жердегі жалпы шығын
бензин шығыны азырақ десек болады. Жалпы үлкен тас жолда бұл көлік 17-18 литр жейтін болса, қала аралықта 21-22 литр жейді екен. Бұл енді 4-6 көлемді машинаға бұл қатты көп емес деп ойлаймын. Жаңа біз қала арасында осы көлікпен жүрдік. Бір жақсы, бұл көлік айдап жүрген кезде барлығы саған жол береді. Көп адамдар осы көліктің тежегіші туралы жамандайды. Тежегіш жаман емес, әрине сіз жеңіл көліктен кейін бұның тежегіші кішкене қиын болып қалуы мүмкін, бірақ тежегіші сіз ойлағандай, адамдар айтқандағыдай ондай жаман емес. Егер сіз көп жүретін болсаңыз, 3 айда 4 айда бір тежегішін ауыстырып тұрсаңыз, ешқандай проблема жоқ. Бұл көліктің бір плюсы, үлкен газ тас жолында кетіп бара жатырмыз. Бір-бірімізді, мысалы, осы жерде салонда отырған адамдар бір-бірін жақсы естиді. Шумдық изоляциясы өте жақсы жасалған, моторының да, қорабының да дауыстары аса қатты шықпайды. Үлкен көлемді автокөлік болғаннан кейін осындай бұрылыстарда сіз алдын ала жоспарлап барып бұрылғаныңыз жөн. Себебі маневр деген бұл көлікке ыңғайсыз, және де сіз бұл көлікті алып динамикалық бір күш көрсетемін деген сияқты, бір басып айдаймын деген сияқты ойыңыз мүлдем болмасын. Бұл динамикалық автокөлік емес. Бұл көлікке отырып асықпай, өзіңіздің бизнесіңізді ойлайсыз ба, жанұяңызды ойлайсыз ба, емін-еркін асықпай, саспай бір жолға түсіп аласыз. Сізді ешкім артыңыздан бипылдатып, қаштай деп сіздің мазаңызды алмайды. Сіз бір жерге кіретін болсаңыз, сізге барлығы жол береді. Сол сияқты өзіне бүйтіп қолайлылықты қалайтын адамдарға бағытталған деп ойлаймын. Қазір мына жер тайғақ екен. Көлікті бір-екі рет айналдырып, өзінің лезімесін байқап көрейік. Кішкене ішіп пісті. Bir alıp ешқашан болмаған жағдай Өзімді кінәламай қайтпаймын Сыртта тұрмай сарылем мені студияға жеткізіп сосын обратно к вам Басқа не план Ендеше ағайындар, көліктің мінездемесі осындай. Сіз қатарыңыздың алды болып, қатарыңыздан биік көрінуіңіз келсе, сонымен қатар қала сыртында тұратын болсаңыз, саяхатты жақсы көретін болсаңыз, жол талғамайтын көлікті ұнататын болсаңыздар, қалтаңызда сонымен қатар 16-17 миллион теңге болатын болса, қазақтың нағыз осындай аңызы болған осы көлікті алсаңыздар болады. Сіздердің сұрауыңызды орындадық. Келесі бағдарламаларда қандай көлікті көргілеріңіз келеді, төменде пікірге жазамыз. Мен сіздердің сұрауларыңызды бұйыртса орындаймын. Келесі жүздескенше сау саламат болыңыздар. Ассаламуалейкум.